Қазір енді көбіміздің басымызда не бар? Қарыз деген бар. Қарыз деген бар. Енді бұл жерде Ибрахим ибн Адхам айтады. Жалпы ақыл есі бар, дұрыс, ойлай алатын адам үшін егер де оның қарызы болатын болса, онда ол не істемеу керек дейді? Бір жерде ресторанда отырмау керек. Бір жерде кафеде тамақтанбау керек ол адам дейді. Неге? Себебі оның қарызы болып тұр. Оның міндеті о жақсылап тамақ ішу емес. Жалпы нан мен суға да адам тояды. Бірақ та ол не істеп жүр? Қарызын қайтаруды ойлап жүрген жоқ. Жақсы бір тамақ. Ана неден кафеден бір стейк жеп алсам деген оймен жүрді ол. Ол дұрыс емес дейді. Жалпы мұсылман адам үшін мойнында қарыз бар ма, ол құтылып тастау оның міндеті болып саналады ең бірінші кезекте.